Әзіл әлемінде жүрген кезде, бастапқы кезде, егер байқасаңыздар, тоже шындық, енді шын айтайын, Қайраттың монологтары сәтсіз болды. Өткен жоқ, күлкілі болған жоқ. Ол жерде сіз Қайрат үшін барған жоқсыз әзіл әлеміне. Мен точно білемін, ол кезеңде. Ол жерде бағы жанған кім білесіз бе? Тұрсынбек. Енді әрине ол ұйымдастырушы, Қанаттың бағы жанды ол жерде. Автоматпен шыққан, аузымен автоматты салып. Міне сол кезде действительно бум болды да. Қанат сол кезде Қанат Әлжаппаров болып автомат деп шықты. А Қайрат ондай болған жоқ ол жерде. Кішкене бір сенімсіздік болды ол кезде. Сосын телевидениеға кіріп, ары қарай тағы да кино проекттер болған кезде ғана Қайрат өзін кәдімгідей уже юморист ретінде, актер ретінде сенімдірек сезіне бастады. Міне осындай шындық. Мен сахнаға шығып бастаған кезде қиындық тудырған сәттер болды. Көре алмаушылық деп соны айту керек. Бір кісілер тіпті бақыт осы сахнаға шықса, мен күйеуімнен айырылсам деген кездер болды. Мен ойлаймын, причем тут оның күйеуі, причем тут оның семьясы, и менің вообще сахнаға шығуым. Соған қарағанда сахнаны аяған болу керек менен. Сондай да моменттер болды. Осыны таза көре алмаушылық деп мен ойлаймын мысалы. Ұмытып қалдым кім адам екенін ше. Бірақ сол айырылысып кетті соңында. И фокус бұрылғаннан кейін Қайраттың жұлдызы жанды. Кәдімгідей. Бақ кірді бұл жерде. Бақ қай жерде кірді? Әзіл әлемінде емес. Бақ түнгі студияны жүргізіп бастаған кезде кірді. Айтайын сіздерге. Сондықтан бағы жанған еркекке мен ешқашан кедергі болмаймын. Керісінше маған жақсы ғой. Я кайфую, отдыхаю, работаю на удовольствие. Керек кезде әнімді айтам, керек емес кезде айтпаймын. Өзім білем, қашан айтам, қашан айтпаймын. Не айтам, не кием, өзім білем да. Рахат. И менің бағым бұл менің отбасым. Мен бақытты отбасыны жасаймын, және бақытты отбасыда өмір сүремін. Мен бақытты отбасыны ойнамаймын. Ойнасаңыз, ойынның қашан басталғанын білмей қаласыз. Бақытты отбасыны сүру керек, құрастыру керек, және сол жерде өмір сүру керек. Девочки, все нормально. Мөлдір ханымның өзі да, ол рас, осындай кемшіліктер кетті деп өзі в курсе, өзі жазды. Я говорю, да, енді сен білесіз ғой, мен осындай шын комментарий айтатынды. То, что ешқандай реніш болмайтын шығар деп сенем. И бұл ешқандай реніш жоқ. Сіздер кейбірлеріңіз Қайраттың парақшасынан келген оқырмандар бар менде. Мен уже последний 3-4 жыл осындай, просто өзім үшін осындай киноларға отзыв айтам. Біле жүріңіздер. Бір кездері тоқтатқан болатын, құрсын адамдар ренжіп қалатын болды деп. Нормально, в принципе. Еще киноға да көп бармай кеттім. Но қазір қайтадан айтып жүрмін. Что тут такого? Мен бір профессионал емеспін, мен бір критик емеспін. Мен просто көрерменмін, который имеет свое мнение. Мен оқырмандарым біледі, и в принципе после этого видео это 70% біледі да уже, айтады да. Мен күттім сіздің отзывыңызды, примерно білдім сіздің қалай айтатыныңызды деген сияқты, олар біледі да менің шыншылдығымды. Бұл жерде барлығы шыншыл нәрседе ғой, шыншылдықта ғой. Басқа не ой дейсің? Айтақ маған бәрі ғой, в принципе. Кім не түсіріп отса да. Көрдім, айттым. Мен киноға сын айтқан кезде мен режиссердің отбасылық жағдайына, финансовый жағдайына, ол кім, заслуженный, незаслуженный, знаменитый, незнаменитый деп мен қарамаймын ешқашан. Мен киноны көрем, өзім ойымды айтам. Болды. И ол дұрыс, осылай бол керек. Мысалы, мен знаменитый режиссерға керемет деп айтып, енді бастап жатқан неге айтсам, жаман деп, это будет несправедливо. А мен барлығында бірде айтам. Айтам өзім парақшамда, өзімнің ойымды айтам. Болды. Одан қазақ кино индустриясы өзгеріп кетпейді. Қазақ елі бір жаққа көшіп кетпейді. Ештеңе өзгермейді ғой. Тек сіздер осындай өсекті тасисыздар.
жұрттың бәрі шулап жатыр ғой. Ойбай, мына видео тиктокта жүр деп. Ну, конечно, егер оны скриншоттап алып тиктокқа салатын болса, тиктокта жүреді да, енді не істейді енді басқа. Мәселе оны шулатуда емес қой. Суть, опять же, да, возвращаемся в суть әңгіменің, что мен не айтып отырмын. Келесіде киноны қараған кезде қандай элементтерге мән беру керек деген сияқты адам, бас істейтін адам соны ұғып алу керек. Бас істемейтін адам ол әрине өсек іздейді. Ол сондай бір-біріне адамдарды бүйтіп керекелесіп қарсы қойып қойғысы келеді. Мені мұқият тыңдаңыздар. Біріншіден, осыдан бір күн бұрын менің киноға айтқан пікірім туралы видео шыққан болатын. Соны жаңалық порталдары, енді хейтті жақсы көретін болу керек, көшіріп алып, жаңағыдай халыққа таратқан. Яғни менің пікірімді басқаша жеткізген. Бірақ айтылған пікір, ол айтылған сөз, атқан оқтай. Мен пікір айттым. Бірінші рет емес. Мен соңғы осы 3 жылдай осындай біздің қазақстандық киноларға, барған спектакльме, оқыған кинома, кез келген барған шығарама мен өзім пікір айтам. Өзімнің парақшамда бүгін осындай болды, бүгін осындай көрдім деген сияқты. Оны мені білетін, мені оқитын оқырмандар, менің оқырмандарым оны біледі. Енді бірақ мен айтқым келеді. Сіздердің қателіктеріңіз, сіздер біреудің басында өтіп жатқан проблеманы, біреудің отбасындағы оқиғаларды өнерге әкеліп тірестіресіздер. Ол дұрыс емес. Біз бұл жерде тек қана өнерді бағалап жатырмыз. Маған біреудің отбасы, біреудің үйінде болып жатқан жағдай қызық емес. Түсіндіңдер ме? Мен кино қарауға барған адамын. Енді сіздер мынадай сұрақ қоясыздар. Сіз кімсіз бұны бағалайтын? Мен айтайын, мен кіммін? Мысалы, менің қазір парақшамда жаңа оқырмандар бар. 180 мың едім, енді 181 мың болыппын. 1 мың оқырман қосылыпты. Соған қарағанда қызығушылық танытқан ғой енді. Рахмет, конечно. Мен бала кезімнен осы өнерде келе жатқан адаммын. Актерство, әншілік, бишілік деген сияқты осындай өнер мені әрдайым қоршап келе жатыр. Осындай ортада өстім мен. Одан кейін Қазақ ұлттық консерваториясында мен вокал сыныбы бойынша 7 жыл, то есть 5 жыл бакалавриат, 2 жыл магистратура оқыдым. Менің мамандығым қандай? Бұл мемлекет маған қандай мамандық берді? Вокал пәнінің оқытушысы және концерттік әнші. Көрдіңіз ба? Менің мамандығым сол. Сіз кімсіз деген сұраққа сондай жауап. Магистратурам менің өнертану ғылымдарының магистрі. Ал сіз білесіздер, өнертану деген ол өте кең ұғым. Бұған кино, театр, опералық театр, вокал, би, музыка, аспаптар бұның барлығы кіреді. Жалпы өнертану. Сондықтан мен ойлаймын, бұл ретте пікір айтуға, өз ойымен бөлісуге менің толықтай құқығым бар. Тіпті заң алдында да айтсамды да, заң маған сіздің дипломыңыз бар, сіз пікір айтуға құқыңыз бар дейді. Кез келген көрерменнің көрген киносына, спектакліне жаңағыдай пікір айтуға құқы бар. Негізі соны біліп жүріңіздер. Мен енді кішкене тәжірибем бар, көргенім бар. Мен жалпы көрген нәрсенің барлығына өзім бір анализ жасаймын, салыстырамын, жақсы жақтарын айтам, кемшіліктерін айтам, мысалы, солай біз өсеміз ғой. Сондықтан барлық нәрсені, көріп тұрған нәрсені қалай бар, мен солай айтамын. Ал сіздер сияқты мен біреу үшін, бір көре алмаушылықтың кесірінен, немесе біреуге бір зардап шектіру үшін, қиындығын келтіру үшін дейтін ой менде мүлдем жоқ. Мен жай ғана көрерменмін және қоса музыкалық жаңағыдай дипломым бар өнер адамымын. Енді кино туралы айтатын болсақ, жалпы киноны біз қалай бағалаймыз, қалай мен бағаладым? Кино жалпы негізі ұжымдық жұмыс қой. Бір ғана актерға байланысты емес ол. Бұл жерде актерлық состав бар. Бұл жерде продюсер бар, киноны басынан аяғына дейін жүргізетін. Бұл жерде режиссер бар, киноны толықтай түсіретін, ойластыратын. Бұл жерде идея мен сценарист бар, яғни киноның текстін жазатын. Бұл жерде киіндіретін костюмер бар. Бұл жерде бетті бояндыратын гример бар. Сондықтан бұл толықтай жаңағыдай ұжымдық жұмыс деп айтсам болады. Енді сол ретте мен
кинодағы кейбір моменттерді маған ұнамаған, соны жіктеп айттым. Өйткені ол сферада менің түсінігім бар. Сол себепті. Егер жоқ болса, ол медицина болса, строительство болса, тағыдағы химия болса, мен не айтам? Мен білмеймін ғой ол сфераны. Көрдіңіз ба? Мен өзімнен алшақ сфераға кіріспеймін. Бірақ өзімнің сферамда болғаннан кейін, мен өнер адамы ретінде оған пікір айтуға құқылымын. Сондықтан мен айтқым келеді, сіздер әртүрлі пікір жазып жатсыздар енді, иә, мен барлығын түсінемін. Бірақ сіздердің жалпы ойларыңыз дұрыс емес негізі. Мен тағы да айтайын, отбасындағы жағдайды, жалпы барлық болып жатқан әртүрлі жағдайлар бар ғой біздің инстаграмда, барлығын шулатасыздар. Енді көп сондай адамдар шулатады, әдейі шулатады, білмей шулатады мүмкін, иә. Бірақ дегенмен пікір жазған кезде кішкене ойланып жазыңыздар. Жалпы әңгімені талқыға салыңыздар. Біреудің ойын тыңдаңыз тоже. Сіз неге үйтіп айттыңыз? Ал менің ойым осындай деген сияқты. Осылай ой талас болу керек. Бетке бажырайтып айту, жаман дөрекі сөздерді жазу, немесе сәлеметсіз бе айтпай әңгімені бастап кету, ол мәдениетсіздік, ол сауатсыздық. Ол кішкене бір сондай біз өркениетті елде тұрып жатқаннан кейін сіздерге жарасымсыз. Мен өзімнің оқырмандарының сауатты, әңгімені талқылай білетін, сөздің астарын түсінетін сондай болғанын қалаймын. Сол ретте кейде танымдылық видеолар түсірем. Кейде информационный, ақпараттық видеолар түсірем, мысалы біліп жүрсін деп. Кейде бір кемшіліктерді байқамаған кезде сол туралы да түсірем. Кейбір адамдар, шынымен де сіздің айтқаныңыз дұрыс деп кәдімге қолдап жатады. Сондықтан барынша түсіністік білдіріңіздер. Мен ешқашан біреудің отбасындағы жағдайды талқыламаймын. Өйткені ол әрбіреуміз отбасылымыз. Әрбір отбасы неше түрлі проблемалар болып жатыр. Және де мен оны ешқашан бетіп жарияламаймын. Бұл жерде өнер. Өнер барлығымызға ортақ. Қалай туды ол өнер, ол бізге қатысы жоқ. Ол өнерді сахнаның артында болып жатқан нәрселерге біздің қатысымыз жоқ. Біз сахнада не тұр, біз соған баға береміз. Болды. Ұнамады ма? Ұнамады. Ұнады ма? Ұнады. Болды. Оны біреудің қызы үйінде келмей қалды ма екен, күйеуі кетіп қалды ма екен, мамасы қайтыс болды ма екен дейтін ондай әңгімені біз білмейміз. Біз тек қана өнерді бағалаймыз. Сіздер білесіздер, мысалы кейде театрда, сеанста жаңағыдай не тұрады, спектакль тұрады. Актердің анасы қайтты дейік. Сіз ойлайсыз ба, актер үйіне кетіп қалады деп? Жоқ. Актер анасы қайтса да сол спектакльді ойнап кетеді. Өйткені ол оның міндеті. Халық сол үшін келді театрға. Қандай қиын деп ойлайсыз ғой. Бірақ халыққа бәрібір. Халық оны білмейді ол жағдайда. Халық тек сол спектакльден ләззат алушы, ол эмоцияны қалайды және өнерді қалайды. Талантты көргісі келеді ол. Түсініңіз ба? Сол сияқты мен де, жай көрермен ретінде мен талантты көргім келді. Мен киноны көргім келді. Мен бір ой алғым келді. Мен бір тәрбие алғым келді өзім үшін. Бірақ әттең олай болмады. Сондықтан барлықтарыңызды енді әңгімені көргеннен кейін барып айтқан дұрыс деп ойлаймын. Мен көргеннен кейін барып айтқан бұл пікір. Сондықтан ренжімеңіздер. Сіздер де барыңыздар, өз ойларыңызды қалыптастыра біліңіздер, салыстыра біліңіздер. Сосын барып өз ойларыңызды жеткізсеңіздер болады. Ұнамады, қай жері ұнамады, міндетті түрде қай жері ұнамады айту керек. Просто жаман деп айтуға болмайды. Жаман деген ол өте кең ауқымдағы сөз. Не жаман? Не үшін жаман? Сіз соны айтыңыз. Мен сияқты комментарийда солай түсіндіріңіз болды. Ешкімнің отбасылық жағдайы, тағы да айтам, маған ешқандай қатысы жоқ. Тағы бір момент, неге өздеріңіз кино түсірмейсіздер ал дейді. Кино түсірсең қайда қалдың дейді. Әр адам өзінің мамандығымен айналысу керек. Мен музыкантпын, аптаның 3-4 күні мен осы жерде отырамын. Балаларға сабақ беремін. Өйткені менің профессиям оқытушы вокал пәні. Қайрат, мен жолдасыма да тиісесіздер ғой енді. Қайрат, актер, қазіргі уақытта съемкада жүр. Өз орында ма? Өз орында. Біз продюсер емеспіз. Біз режиссер да емеспіз. Біз оған оқыған жоқпыз. Түсінесіздер ме? Әр адам өз ісімен айналыссын. Сонда ғана ол шынайы жетістікке жетеді. Сөз құдіреті деген дүниеге тағы да таңғалып отырмын достар. Кімге не тілейсіз?
қандай ниетте айтасыз, сол өз басыңызға оралады екен. Мына шығарып жатқан кино бүкіл ел болып талқылап жатыр. Жақсы айтып жатқандардың саны көп. Бір-екі негатив айтқан адамдардың сөзіне еріп кетіп жатқандар да бар. Ол киноны көрсе де көрмесе де, иә. Сондықтан да айтылып жатқан әннің өзі бірден хит болып кетіп жатыр. Әндердің өзі. Ол да тұнып тұрған бақ. Мінекей, бұл кинода айтып жатқан әндерім де, жасап жатқан әрекеттерінің барлығы бақ болып басына қонып жатыр. Баққа ешкім таласа алмайды. Жоғарыдан келген бақ ол. Сондықтан сол келген бағымды көре алмай жатқан жандар ғой сөйлеп жатқан. Аллаға сан шүкір деймін. Баршаңызға рахмет. Жаңағы әнді тағы тыңдап өтіңіздерші. Өте әдемі айтылған сөздер, әдемі тілектер. Бәріне тілекшімін, бәрі жақсы болсын.